тұр, иә. Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз модель таңбасының астындағы айнымалысы бар күрделі теңдеулерді шешудің қосымша әдістерін қарастыратын боламыз. Оларды бірден мысалмен қарастырып кетейік. Біз мыналарды өттік. Мына кестеге қарайтын болсаңыздар, біз бір мынандай түрін шығарған болатынбыз. Енді мына түрлеріне қатысты есептер болады. Бұл қандай жағдайда, иә? Мәселе неге қарайтын болсақ, бір функциясы модулі не дейді? Өзіне тең дейді. Ол қандай жағдайда тең болады, иә? Жалпы біз білеміз, санның модулінен бізде не шығады? Функция санның модулінен оң сан шығу керек. Онда мынау дегенді білдіреді. Екеуі бір-біріне тең болады, егер мынау оң сан болса дегенді білдіреді. Дәл сол жағдай мына жерде орындалады. Санның модулінен менде мынадай бір функция шығып тұр. Онда мынау менде оң сан дегенді білдіреді дейміз. Тек қана осы жердегі мына теңсіздікті шешсек қана жеткілікті болады. Мысалмен қазір қараймыз. Так, мыналардан өтіп кетеміз. Бұлар болды бізде. Енді бір мысалдарға қарастырайық. Мінекей мынандай бір мысал берілген, иә. Не дейді? Екі ненің қосындысы нөлге тең дейді. Бұл жерде біз жаңағыдай жақшаны ашып істеп қажет, модульді ашып қажет жоқ, себебі мына жақтан мына жақша ашып кететін болсақ, біртүрлі түбір шығады, мынау x плюс минус 1 болады. Мынаған қарайтын болсақ, мынау бізде білеміз оң сан екен. Оң сан. Мынау оң сан и санның квадраты тоже оң сан. Ал оң сан мен оң сан өтсек, мына жер мына бөлік тоже оң сан деген білдік. Екеуі бір-біріне қосқанда 0 шықты. Ол қандай жағдайда 0 шығады, иә? Егер оң сан мен оң санды қоссақ, бізде ешқашан 0 шыға алмайды. Яғни 0 болу үшін бізде біреу теріс қарама-қарсы сандар болу керек. Сондықтан тек бұл жерде тек қана бір жағдай бар, яғни мынау 0-ге тең болса, және мынау 0-ге тең болса деген жағдайды қарастырылады. Екеуі бірге қатарынан 0-ге тең болу керек. Так, теңестіреміз. Мына жерде мінекей қараңыздар. Мына 0-ге теңестірсек, 1 мен минус 2 жарым шығады, иә? Мына жерде 0-ге теңестіретін болса, 1 минус 1 минус 2 жарым. Енді осы жерден біз аламыз, бүкіл түбірін алмаймыз, барлығын ала бермейміз, себебі жаңағыдай, иә? Біз x-ті орнына қойдық. Мына бөлікті де 0-ге теңестіру керек. Сол үшін мына жерде бізде қиылысуын алып тұр, яғни екеуінен ортақ түбірді аламыз. Ол бізде 1 және минус 2 жарым екеуінде де бар. Сонда мына есептің жауабы 1 мен 2 жарым болады. Яғни бұл жерде модульдің анықтамасымен ашып ештеңенің қажеті жоқ. Келесі есеп. Мынау да дәл сол жағдай. Модуль қосқаннан 0 шығады. Онда мынау не дегенді білдіреді? Мынау 0-ге тең және мынау 0-ге тең дегенді білдіреді. Жеке-жеке 0-ге теңестіріп қиылыстырамыз. Мінекей қиылыстырған уақытта бізде біріншісінен 1 мен минус 1 шығады. Мына жерден түбір шығады. 1 мен минус 1. Екеуінің ортақ түбірі 1. Онда жауабы 1 болады дейміз. Ал егер де мынандай жағдайда өстіп екі түбір шыққанда бір-бірімен қиылыспайтын болса, онда жауабы жоқ дейсіздер есептің. Келесі есеп. Мына жаңағы келген мысалға келеді. Санның модулі бізде сол санның өзіне тең деп тұр. Онда ол бізден бір теңсіздікті ғана шығарамыз. Яғни деген x модулінің үші тек қана не болу керек? Минус 5 бөлінген x қосылған 3 деген үлкен не тең 0-ден деген осы теңсіздікті шығарсаңыздар жеткілікті. Ал бұл теңсіздікті сіздер шығара аласыздар, иә? Рационал теңсіздіктер, яғни бұны түбірлерін орналастырған уақытта минус 3 және 5 дейміз, иә? Бөлімінің түбірі минус 3 боя алмайды, және 5-ті бояймыз дейміз. Үш жерден таңба қойып, плюс, минус, плюс. Бізге керек плюс мінекей мына жерден. Сонда осы мына теңдеудің шешімі бізде болады минус x-тіктен минус 3-ге дейін және 5-тен плюс x-тікке дейін дейсіздер. Осылай шығарасыздар. Шынымен де мына жерден бір ойдан бір сан алып көрейік. Мысалы 5-тен плюс x-ке мына жақтан мысалы 7 деген санды алып тексеріп көрсек болады, иә? Мына жаққа 7-ні қоямын. 7 азайтылған 5 2 болады. 2 бөлінген 10. Модульде тең, мына жерде де 2 бөлінген 10. Мінекей орындалады. Так, кеттік келесі.
келесі мынандай есеп, иә, бұл бізде дәл мынаның өзіне ұқсай ма, сәл басқашалау. Сәл басқашалау, яғни мынаны мен былай жазып алсам. Так, бұл функцияны қарайтын болсақ, дәл өзінің теріс мәніне деген, яғни мына функцияның өзі бірақ қарама-қарсы бөлігі. Так, бұл жағдайда біз шығарамыз осы бөлікті нөлден кішіне тең деп шығарсақ болады. Яғни бұл былай ғой, минус мына бөлік бұл үстеу нөлден тең болу керек қой, терісімен тұр, иә. А минусқа көшіп жіберетін болсақ, жойылып кетеді да. Сол үшін 6х квадрат минус 5х плюс 1 кішіне тең нөлден деп шығарасыздар. Так, бұл теңсіздікті шешетін болсақ, бізде бұл қалай шығарады? 3х 2х 1 минус 1 минус. Так, түбірлері бізде болады 3-тен 1 және 2-тен 1, иә. 3-тен 1, 2-тен 1 ойаймыз дейміз, таңба плюс минус плюс. Мен даусым естіліп тұр ма екен өзі? Так, бізге керек аралық минус аралық. 3-тен 1-ден 2-ден 1-ге дейін аралық болады. Болды. Басқа аралықты алмаймыз. Басқа аралықты алып қалсақ, мына бөліктер мысалы, иә, 1 деген санды орнына қойып көрсеңіздер, қараңыздар балалар. 1-ді қойсақ, жерде мысалы 6 азайту 5 қосылған 1, ол бізде 2. Дұрыс па? Модульде. Ал мына жақтан 5 азайтылған 6 азайту 1 минус 2 шығады. Бұл бізде орындалмайды. Сондықтан біз мына бөлікті нөлден кішіне тең деп алып қарастырдық, себебі алдындағы минуспен плюс болып кететіндей. Так, жауабын сонда 3-тен 1-ден сау болыңыз. 3-тен 1-ден 2-ден 1-ге дейін аламыз. Кеттік. Келесі мен мынандай есеп. Жерде модуль, мынандай бір 2 модуль бар. Бұнда аралықтарға дейін салайын десек, бірден бастау аралықтарға салмаймыз. Нөлдерін табамыз дедім, иә. Мынаның нөлін табатын болсақ, 3х минус 2, бұның түбір 3-тен 2 орналастырайық мына жаққа. 3-тен 2. Мынаның түбірін табатын болсақ, нөлге теңестірген уақытта бұл дискриминант нөлден кіші болады. Ал дискриминант нөлден кіші деген ол бізде әрқашан оң сан дегенді білдіреді, иә. Сондықтан мына жерде қарайтын болсақ, модульдің бізге қажеті де жоқ дейді. Егер дискриминант нөлден кіші болып, или модульдің іші әрқашан оң сан екенін біліп тұрсаңыз, бізге модульдің қажеті жоқ. Оған мысалы мынандай болуы мүмкін, мысалы x плюс 3-тің квадратының сыртына модуль десе, бізге мына модуль қажет жоқ, себебі біз мына x плюс модульдің іші оң екенін білеміз. Немесе мынандай есеп болады деп тұрса, мына жерде де тоже модуль қажет жоқ. Егер оқушылар модульдің ішінің оң сан екенін біліп тұрсаңыздар, онда модульді алып тастай берсеңіздер болады. Мына жерде біз сондай жағдай істей аламыз, иә, модуль алып тастаймыз. Тек қана мынау жағдаймен түбірмен қарастырамыз. Сонда 3х азайтылған 2 түбірін орналастырамын, бояйым, мына жағын плюс болады, мына жағын минус болады. 2-ді мен ашам жағдаймен минуспен және плюспен. Ал мынау сол күйінде қалады, иә. Мынаны әдемілеп жазып алатын болса, 2х квадрат минус 3х плюс 4 тең 3х минус 2 модульде плюс 2х квадрат плюс 2 дейміз. Сонда модульмен мына а жаққа жинақтап жүрсек, мына қысқарып кетеді. 3х минус 2 модульде так, плюс 3х болады. Және мына жаққа минус 2 тең мәссаған жаңағы бөлікке келіп тұрған жағдайға, иә. Жаңа жағдай келіп тұр. Бірақ біз немен аша берейік енді аралық. Бірінші, екінші жағдаймен. Так, ойбай, мынау боялады деген екен. Так. Так, мына біреуді бірден бірінші жағдаймен ашып жатырмын ба? Жоқ, ешқандай жағдаймен ашпадым ғой. Ой, мына жерге мынау қажет жоқ сияқты, иә? Ойбай, қысқа. Так, былай жасайық. Мынаны 3х минус 2 дейін модульде тең дәл осының алдына жіберем. 3х минус 2 деген жағдай болады қазір бізге, иә. Мынау келтіретін болса, жаңағы ситуацияға келеді ғой. Минус f деген, иә. Онда мынаны біз аламыз нөлден кішіне тең деп шығарамыз. Сонда 3х минус 2 нөлден кішіне тең деп шығарсақ, бұл жерде болады x кішіне тең 2-ден 3-тен. Бітті. Есептің шешімі осы болады.
Мынаны егер анықтама бойынша ашам дейтін болсаңыздар, оқушылар қараңыздар. Анықтама бойынша ашатын болсаңыздар, былай да істесеңіздер болады. Бірінші аралықпен аштым, минуспен ашам. Бізде есеп мынау болды ғой, минуспен ашам. Минус 3х плюс 2 плюс 3х минус 2 тең 0. Мына қарайтын болсақ, бізде мынау жойылып кетеді, 0 тең 0 шықты. Теңдік орындалды. Онда сол аралықты толығымен аламын, бірінші аралық деген. Екінші есеп, екінші аралықпен плюспен ашам, 3х минус 2 қосылған 3х минус 2 тең 0 болады. Бұл жерден бізде мынау 6х болады, тең 4. Х тең 3-тен 2. 3-тен 2 бізде міне жаңа кіріп тұр ол мына жерге, екінші аралықта. Сонда жауабын минус 3х-тен 3-тен 2-ге деп жазамыз. Қай жолмен шығарсаңыздар да есеп шығады, оқушылар. Мынаумен де, иә. Келесі. Ой, жылжымай ма? Келесі. Так, мына бір есеп. Мынандай есеп сіздерде алдыңғы жұмысында болған, бірақ тағы да бір қарап шығайық, иә. Сіздерге көрсетейін. Так, аралықтар әдісімен шығарайық. Бұны давайте басқа жолдардың да. Так, мына 4 минус х дегенді бар ғой, мен х минус 4 деп жазып алайын, иә. Кетпейді емес. Так, мынаны 2х плюс 4 дейміз, мінекей. Енді бар аралықтарға саламын. Аралығын менде х минус 4 қоямын. Х минус 4 орналастырамын, 4-ті бояйын. Ой, 4-ті бояйын. Таңба плюс минус. Так, ұстаздар. Так, 4. Екі немен ашам, бірінші аралығын және екінші аралығын. Так, бірінші аралығымен ашатын болсам, болады менде модуль тұрады. Мына жерге минуспен ашсам, мына жер болып кетеді х плюс х минус 4 болады, тең 2х плюс 4. Екінші аралығын болады. Плюспен ашсам, х сол күйінде қалады, минус х плюс 4 болады, мүмкінде 2х плюс 4. Так, ол бізде болады, не болады екен? Қысқартып жібереміз. 2х азайтылған 4 тең 2х қосу 4 болады, мына бөлікте. Мына жерде 4 тең 2х плюс 4. Так, мына жерден 4, 2 теңсіздік шықты. Так, мына бір бөлікте, ой, бұл бір. Мынаны ше, балалар, не істеп жүрсеңіздер, дәл сол, ой, 2х минус 4 деген ғой, мынаны бірінші жағдаймен, аралықтармен шығарамыз ба, немен шығарамыз ба? Давайте былай істейік. Мынандай жағдай бар ғой, бізде f тең g деген болса, бізде f тең g, f тең минус g деп ашатыннан бұрын біз g үлкеніне тең 0-ден деп шығарамыз ғой. Сөйтіп істесек, дәл осы жағдайды қолдансақ. Яғни 2х плюс 4 үлкеніне тең 0-ден деймін да, екі жағдаймен ашам. 2х минус 4 тең 2х плюс 4 және 2х минус 4 тең 2х, ойбай, минус 2х минус 4 деймін ашам, иә? Мінекей. Бұл жерден мен көрем, жойылып кетеді. 4 минус 4 тең, мынау шешімі жоқ, а мынау болады 4х тең минус 8 болады да, х тең минус 2. Минус 2-ні алтын жерге орналастырайын. Минус 2-ні орналастыратын болсақ, минус 2 көйді 0-ден үлкеніне тең. Ровно шығады, минус 2-ні аламын, сонда теңсіздік орындалады. Мына жерге қоясыңдар ғой, мында теңсіздік орындалып тұр. Так, кеттік. Минус 2-ні аламыз. Келесі неміз. Мынау жойылып кетеді. Міне, мынандай шықты. Мына теңде просто шығара саласыңдар, бітті. Бұл бізде болады 2х плюс 2х тең 0 деген шығады, иә? Ойбай, мен ұмытып кеттім ғой. Нені? Аралықпен алуды. Минус 2 аралыққа кіре ме, кстати? Так, мына минус 2-ні не жерге көресіңдер? Сосын мынадан өткеннен кейін мына жақтан бірінші аралыққа кіре ме, кірмей ме тексереміз. Минус 2 так бірінші аралығымызға кіреді екен, аламыз. Так, мына жақтан х тең 0 шығады, х тең 0. Окей, мынау бізде так, 0, 0 мына жерге қой кірмейтін аралық, 4 плюс х кейіндегі аралық. Онда мынаны алмаймын деймін. Сонда жауабы тек минус 2 болады дейміз. Минус 2. Мында ондай шықпады, жоқ қой. 0 деген шықты дейді.
Тұрыңыздар, не білдірдім мен? X минус 4 минус 2-ні қойдым. Минус 4 плюс 4 үлкеніне тең нөлден. Минуспен аштым. X плюс 4, X минус 4. Дұрыс değil mi bu? Неге онда? 4-ті бірі 0 неге кірмейді? Жауап 0 дейді оқушылар. Так, не білдіріп қойдым мен? Мында шығарған, иә? 4 тең деп. Екі x минус 4, 2x минус 4. Асқа. Мына жер 0 екен ғой? Кешірім сұрайын балалар. 3 толып отыр ма? Так, мынау жойылып кетеді. 0 болады. Ой, x тең 0. X тең 0-ды мында қоям. Орындалады, иә? Орындалады теңсіздік. Все, енді ары қарай мында тексереміз. X тең 0 бар, аламыз. Все. Жауап x тең 0 бар. Мына жақтың x тең 0 болмай қалды, иә? Мынау екі жағдаймен қарастырғандағы ғой. Мынандаймен де істесеңіздер болады деп бүкіл жағдаймен істеп қойдым. Мынау істеп отқан мынау ғой. Мынандай түрі. Так, кеттік, жарайды. Мына есеппен өтіп кетейін. Бұл есебін сіздерге немен мына жерде сан тұр, сондықтан нормально оңай шығып кетеді. Так, кеттік. Енді сіздерден мынандай есеп болса не болады, иә? Қарайтсақ, түбірастының теңдеулері сіздерге ыңғайсыз. Мұқият қарасаңыздар, мынау бізге бір нәрсені береді. Мынау бізде не ол? Бұл бізде x плюс 1-дің квадраты деген. Қосылған x тең 5 азайтылған түбірастында x квадрат. Біз білеміз 8-ші класстан, иә? Түбірасты x квадрат тең не деп айтты сіздерге ұстаздарымыз? X модуль деп айтқан еді. Сондықтан осы жағдайды сақтаймыз. Яғни мына 2 мен түбірасты қысқарататын болсақ, просто так x деп қалдырмаймыз оқушылар. Модульде деп шығады. Не үшін? Себебі модуль деген яғни саннан түбірастынан бізде әрқашан оң сан шығады. Сол үшін мына x-ім егер теріс сан болып қалса, модульді сыртынан сол үшін қойып. Так, сонда мына қысқаратын болса x плюс 1 модульде болады, иә? Қосылған x тең 5 азайтылған x модульде болады дейміз. Все, мынау бізде қарапайым неге келді? Біздегі модульдік неге? Не дейді? Аралықтар әдісіне келеді. X плюс 1-ді қоям, x қоям. Түбірі бізде минус 1 бояй, 0 бояй. Таңба так, мынау плюс минус минус, мына жақ плюс плюс минус болады. Үш аралықты ашамыз. Бірінші аралығын мына жерден бірден шығару жолы жоқ екен. Окей. Бірінші аралығымыз бізде болады екеуінде минуспен ашамын, минус x минус 1 плюс x тең 5 минуспен ашсам, мына жер плюс x болады. Так, мынау қысқарады, x тең болады минус 6. Бірінші аралыққа кіре ма? Кіреді. Все, аламыз. Кеттік екінші аралығын. Екінші аралығын менде біреуін плюспен, біреуін минуспен ашамын. X плюс 1 қосылған x тең 5 минуспен ашсам плюс x болады дейміз. Так, жоямыз. Мына жерден x тең 4 болады. 4 бізде кіре ма? Кірмей ма? Минус 1-ден 0-ге дейін аралық. Кірмейді дейміз. Үшінші теңдеуін. Екеуінде плюспен ашамын. X плюс 1 плюс x тең 5 азайту x тең. Мына жаққа келеді. 3x болады. 4. X тең 4 бөлінген 3. Бұл бізден 0-ден плюс x-ке дейінгі аралыққа кіреді дейміз, иә? Сонда жауап не? 3-тен 4 пен минус 6 дейміз. Болды. Кеттік келесі. Мынандай есептер, мына түрі бір түрлі. Мына жерде 0-ге тең деп тұр. Онда 0-ге тең деп тұрса, қазір оқушылар. Кеттік. 2x плюс 1 0-ге тең дейді. Бұл қандай жағдайда 0-ге тең болады? Мынандай теңдеуді шығарған уақытта. Бізде алымын егер 0-ге тең болса, онда
теңде орындалады дегенді білдіреді. Себебі санның бөлімі нөлге тең бола алмайды, ал алымын біз нөлге тең болатын жағдай тек санды нөлді санға бөлгенде ғана нөл деп айта аламыз. Алымын нөлге теңестіреміз, бірақ бір жағдайды ескеру керек болады. Минус 2х азайтылған 3 азайтылып 4 тең 0. Бір жағдайды ескеру керек болады. Ол қандай жағдай? Х квадрат минус 5х минус 6 дегеніміз болу керек дейміз. Сіздер білесіздер, иә, егер түбірасының ішінде тұратын болса, мынау өрнегіңіз міндетті түрде нөлден үлкеніне тең сан болу керек. Басқа жағдайда бізде түбірасынан шықпайды. Сол үшін біз бұны аламыз нөлден үлкеніне тең деп алуымыз керек, иә, себебі түбірасының ішінде тұр. Енді бұл бізде бір жағынан бөлімінде тұр, сондықтан жай нөлден үлкен дейсіңдер. Тең дегенді алып тастаймыз, себебі тең болса бөлімі бізде жаңадай санды бөлуге болмайды деген ақпарат бар, иә. Соны алып тастаймыз. Сонда мынау бізде жаңағы мүмкін мәндер жиыны дегенді білдіреді. Мүмкін мәндер жиыны. Так, мынаны бірден шешіп тастайық. Х минус 3, х минус 2 болады. Жоқ, өтірік айтамын. Х минус 6, х плюс 1 болады. Үлкен нөлден да. Бұл жағдай болады. Онда, так, минус 1, 6-ны қоям, боямаймыз. Плюс, минус, плюс, бізге келген плюс мінекей. Қазір мына теңдеуді шешкен уақытта біз ескеруіміз керек, мына нені аралық ескеруіміз керек болады. Кеттік, мына теңдеуді шығарайық. Аралықтар әдісімен шығарамыз. Х, мына жаққа 2х плюс 1-ді қоям, мында 2х минус 3-ді қоям. 1,5 минус 2-ден 1, иә, минус 2-ден 1 бояйым деймін, және 1,5. Бұл бізде 3 бөлінген 2. Так, таңба плюс, минус, минус, мына жақ плюс, плюс, минус дейміз. 3 немен ашайық. Бірінші теңдеуін, екеуінде минуспен аштым делік. Минус 2х минус 1, плюс 2х минус 3, минус 4 тең 0. Так, мыналар жойылып кетеді. Минус 4, минус 8 тең 0. Мынау орындалмайды дейді. Все, кетті. Келесі екінші теңдеу. Бірі плюспен және минуспен ашамын. 2х плюс 1 тұрады. Мынау бізде болады. Плюс 2х минус 3, азайту 4 тең 0. Так, мынау 4х болады дейміз. Минус 2, 6 жаққа барады. Х тең 1,5 ба? 3 бөлінген 2, 1,5. Так, 1,5 бізде кіреді, аралыққа аламыз. Так, үшінші теңдеу. 2х плюс 1, плюс 2 де плюспен ашамын. Мынау сонда жерімнен таңба қалады. Минус 2х плюс 3 минус 4 тең 0 болады. Так, мынау жойылды. Мына жер жойылды. Все, 0 тең 0 бітті. Мынау онда сол аралықты полностью аламын деген 1,5-на плюс х-ге дейінгі. Жауабын енді жазған уақытта мыналарды жазып қоймаймыз. Иә, мынау мында кіріп кетеді дейтін болсақ, мынау деп қалдырмаймыз. Біз ескереміз мүмкін мәндер жиыны. Мүмкін мәндер жиыны не дейді? 1,5-нан плюс х-ге дейін дегенмен мүмкін мәндер жиынымен қиылыстырасыз. Сосын барып аласыз. Так, мына жер минус 1, мына жер 6 болатын болса, мінекей бізде мүмкін мәндер жиыны және 1,5, яғни анықталуы болсын. Сосын 1,5-нан плюс х-ге дейін деген ол мына жерде 1,5 мында тұр. Ойбай. Плюс х-ге дейін. Сонда қиылыстыратын болсақ, бізде шығады 6-дан плюс х-ге дейін деген аралық шығады екен дейміз. Сонда мына 1,5-нан 6-ға дейінгі аралық кірмей қалады. Не үшін? Себебі сіз аяқтан любой бір мысалы, давайте 2-ні алайық, 2 кіреді ғой. 2-ні мына жерге қойсаң, 0 шығады мына жерге. Ал мұнда қойсақ 2-ні түбірасынан теріс сан шығып кетеді. Мына жерде білеміз 2-де теріс сан шығатын аралықта. Сол үшін алмайсыздар. Сол үшін жауабына тек қиылыстырғанда 6-тан плюс х-ге дейін деп жазамыз. Егер мынау теңдеуін жеке мынау ғана осы күйінде болса, онда жауап 1,5-нан плюс х-ге дейін. Ал бөлімінде мынандай тұр, сондықтан бұл мүмкін мәндер жиынды ескерулеріңіз қажет. Кеттік келесі есеп. Мынандай бір күрделі есептер. Оның түрі бір түрлі болуы мүмкін, иә. Қазір балалар есіп жауып жіберейін мен. Ой. Так. Барлығын аралық орналастырам. Енді мына жерден қарайтын болсаңыздар,
мынау нормально. Бізде бір сызық, ал мынау квадраттық. Осы жерде таңбаны абайлап қою керек болады, иә. Давайте мен мынаны әдемілеп жазып алайын. Ыңғайлап қалай жазамын? X минус 2 модульде дейін, қосылған модульде x қосылған 3 дейін, азайту 5 дейін бөлінген. Ал мынаны мен былай жазайын. 5x квадрат минус 11x минус 16 дейін. Мінекей. Енді әдемі болды. Минус 16 тең 0. Мына жерден бір ескеретін жағдай, бұл жерде дискриминант 0-ден кіші ме екен, әлде сан болып шыға ма екен? Дискриминант 0-ден кіші болса, онда бүйтіп алып тастауға болады, иә. Бірақ мына жер шатаспасам кіші емес дискриминант. Бұдан түбір шығады бізде. Давайте істеп жүрейін. Түбірлерін тауып жүрейінші. Так, мына 5x десем, 16-ны мен қалай аламын? 16-ны мында 1 десем, мында минус қойсам, все. Шығады екен, иә. Так, енді қараңыздар. Мен нені қалай салам? Аралықты қалай саламыз? Аралықты қалай саламыз? Біріншісіне x минус 2 тұрсын, екіншісіне x плюс 3 тұрады, және үшіншісіне мынау тұрады. Модульдің іші полностью, иә. 5x квадрат минус 11x минус 16 деген тұрады дейміз. Түбірлерін орналастырамын. Так, 2 бар, минус 3 бар, және мыналардың түбірі бар, минус 1 деген. Мынаның түбірі бізде 16 бөлінген 5 бар, и минус 1 бар. Сосын мына аяқтан мыналардың түбірінен 2 бар, и минус 3 бар, иә, әдемілеп орналастырайық. Бірінші минус 3-ті орналастырамын. Айтпақшы, мына екі түбір бізде қарайтын болсақ, боялмайды дейміз. Боялмайды, себебі бөлімін нөлге айналдырып жібереді, иә. Соны ескеру керек. Так, минус 3-ті бірінші орналастырамын. Сосын минус 1, сосын 2, сосын бар 16 бөлінген 5 дейміз. Так, мынау екеуі боялмайды, минус 1 мен 16 бөлінген 5. Мына екеуін бояуға болады. Все, таңба. Ол таңба, енді анықтаймыз. X минус 2 үшін мына жақтан мен мынау плюс, мына жақ минус болады дейміз. Так, x плюс 3 үшін мына жақ минус болады, мыналар плюс болады дейміз. Енді мынаған қараймыз. Бұл жерде түбі мынандай теңсіздікті біз қалай шығаратын едік? 5x квадрат минус 11x минус 16 деген теңсіздіктердің таңбасын орналастырамыз ғой, мына жаңағы. Минус 1, 16 бөлінген 5 дегенде, сол кезде таңба бізде плюс болатын еді. Осы заңдылықты ұстанамыз мына жақтан. Так, түбірі бізде міне тұр, иә. Значит, мына жағы менде плюс, мына жақ минус, мына жақ плюс болады деген. Бұл енді бірнеше аралықтан тұрады, сондықтан мынаны дұрыстап жазайын, мына жер плюс деймін, мынау екі аралыққа бөлінген, онда мына жер минус деймін. Мынау да екі аралыққа бөлінген, бұл жер плюс болады дейсіңдер, мінекей. Так, кеттік. Мәссаған не шығып кетті, иә, өте ұзын бірдеңе. Так, бізде аралық шықты біреу, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Так, бір аралық, екі аралық, үш аралық, төрт аралық, 5 аралық шықты. 5 аралықта бізде бір ұқсас бірдеңелер бар ма екен? Бесеуі де 5 түрлі, иә? Минус, плюс, тым ұқсайтын ештеңе жоқ екен. Окей. 5 теңдеу шығарамыз дегенді білдіреді ғой онда бізде. 5 теңдеу деп қоям. Бөлімі қысқарып кетеді екен ғой, иә? Бөлімі қысқарып кетеді ғой. Жаза береміз. 5 теңдеу дегенде. Ой. Мына жерде 0 тұр екен ғой, иә? Алымын ғана 0. Ой, алымын ғана 0-ге теңестіріп шығара салуға болады ғонда. Істеп отырмыз. X минус 2, тек бөлімінде ескеретін жағдай 0-ге тең болмау керек дегенді болды ғой. Бәрібір бізге қандай сан шықса да. Істедім. Кешірім өтінемін, оқушылар. Мына жерде 0 тұр сол үшін, иә. Ал егер обычный сан тұрса, тогда мына жерге көбейтіп, аралықпен ашып сөйтетін едік, иә. Так, онда мына бір жағдайды қарастырмаймын ғой. Мына жағдайды қарастырмайым, иә. Онда неше аралық шығады бізде?
Ой, 2 плюс минус минус плюс минус. Еще аралықпен ашамын. Біріншісі минуспен минус х плюс 2 минус х минус 3 минус 5 тең 0. Так, мынау минус 2х болады. Мына жер болады минус 8 минус 6 х тең минус 3. Аламыз ба? Аламыз, иә. Кстати, мыналар боялады. Келесі екінші аралық. Екінші аралық минус х плюс 2 плюс х плюс 3 минус 5 тең 0. Так, мынау жойылады. 0 тең 0. Все, аралық полностью аламын. Минус 3-тен 2-ге дейінгі аралықты аламын. Кеттік келесі үшінші. Теңдік орындалды, иә, себебі сол үшін аралықты полностью аламын дейміз. Толығымен аламыз. Үшіншісі екеуін де плюспен ашамын. Х минус 2 плюс х плюс 3 азайту 5 тең 0. Так, 2х тең болады 4 па? Аха, х тең 2. 2 аламыз, иә? Мынауын кіріп кетеді ғой, сонда минус 3-тен 2-ге дейін деп айтамыз ба? Так, все, енді бізде ескеру керек мынандай жағдай. Бағанағы түбірлеріміз қақта біздің? Минус қаяқта еді? Міне мынау түбірлер, иә? Минус 1 және 16 бөлінген 5 деген бар. Соны ескереміз. Так, ол бізде болады х тең емес болу керек бізде минус 1-ге болу керек. Минус 1-ге болу керек және 16 бөлінген 5-ге тең болу керек. Иә. Так. Кешірім сұраймын, балалар, жұмыста отырып түсіріп отыр едім. Келесі жолы тыныш жерде түсіру керек екен. Так, минус 5, не істедік? Минус 1, 16 бөлінген 5, иә? Осыған тең болмау керек. Мына аралықты қараймыз. Мына аралықта мына екі түбірдің кіріп кеткен жері бар ма бізде? Так, 16 бөлінген 5 уже бізде 3-тен асып кетеді, сондықтан аралыққа кірмейді. Ал минус 1 бізде кіріп тұр. Минус 1 сонда мына ішке кіріп кетті. Ал ол бізге минус 1 тең болмау қажет. Сол үшін біз мына аралықты есептен бөліп тастайды екен. Жауабын жазған уақытта минус 3-тен 1-ге дейін деп бөліп тастаймын, бір кірмейді. Сосын 1-ден 2-ге дейін деп алып тастайсыздар. Яғни былай істеген уақытта мынандай ғой, минус 3 пен 2-ның аралығы кіргісі келіп тұр, бірақ біз білеміз минус 1 мына жерде арасында жатыр. Ол болмайды дейді. Сол үшін былай мынандай қылып жазасыздар жауабын, иә? Мінекей жауабы бізде. Так, кеттік келесі. Бұл жерде де мүмкін мәндер жиыны. Кстати, мына мүмкін мәндер жиыны, иә? Кеттік. Бірінші мынаны х минус 2, х минус 1 деп ашамыз. Түбірлер бізде 1, 2 бояймыз. Так, плюс, минус, минус, плюс, минус. Х тең болмау керек бізде, білу керек. Мына жерде 2 болмау керек және 0 болмау керек, иә? 0 мен 2-ге тең емес. Мүмкін мәндер жиыны. Мүмкін мәндер жиыны деп. Кеттік. Үш аралықпен ашамын. Бірінші аралық екеуінде минуспен. Минус х. Давайте мен мынаны былай жазып алайыншы, ыңғайлап. Х модульде минус. Так, бірінші екеуінде минуспен. Минус х плюс 2 бөлінген минус х плюс 1 азайту 1 тең 1. Так, ол болады бізде минус х плюс 2 тең минус х-қа. 2 тең 0 деген шығады, яғни жойылып кетіп. Бұл теңсіздік орындалмайды, алмаймыз. Келесі екінші аралығым. Минус плюспен минус х плюс 2 х минус 1 тең 1. Ол болады минус х плюс 2 тең х минус 2 болады, иә? Да, 2х тең 4. Х тең 2. Аламыз. Үшінші аралық. Ойбай, мен мына 2-ні бояп қойыппын ғой, боялмайды ғой, мүмкін мәндер жиынында. 2 нөлге не істеп кетеді ғой, иә? 2 боямаймыз. 2-ні алмаймын онда. Кеттік үшінші аралық плюс. Х минус 2, х минус 1 тең 1. Бізде болады
x минус 2 тең x минус 2. Жойылып кетеді, 0 тең 0 болады, иә, мыналар жойылады ғой. Так, онда аралық плюс аламын. Мына 2-ден плюс x-ке дейін деген аралықты. Так, жауабы болады, мынау келмейді, мынау келмейді. 2-ден плюс x-ке дейін. Мүмкін мәндер жиынын қараймын. 0-ден 2-ге дейін дейді. 0, ой, то есть 0 кірмейді, 2 кірмейді. Онда мінекей 2 кірмейді, 0 тоже кірмейді. Онда жауабын 2-ден плюс x-ке дейін дейсіздер. Келесі, мынау енді қараңыздар, мынау бітті да. Енді үй жұмыстарының мынау есептері қарайтын болсақ, мыналарды мен бір жол айтып шығайын сіздерге. Не істеп не қояды, иә? Так, мынау аралықтармен шығарасыңдар. Мінекей x квадрат минус 2x-ті қоямыз, және x минус 6. Түбірлері, так, x минус 6-ның түбірі 6, мынанікі 0 мен 2 ма? Сонда 0 орналастырамын. Ой, 0 орналастырамын, 2-ні орналастырамын, 6-ны орналастырамын. Так, x минус 6 үшін бұның түбірі болады. Таңбасы мынаяқ плюс, мынаяқ минус болады деймін. Енді мынанікін x квадрат минус 2x-тің біз неге түбірлері 0 мен 2 ғой, таңба қойған уақытта қалай қоятын едік, мына жақ плюс минус плюс деп қоямыз ғой, сол сияқты дәл соны ұстанамыз. Мына жақтан міне мына жағы минус, мына жақ минус. Ой, мына жерім плюс, жаңа плюс минус плюс деген. Мына жақ плюс болу керек. И ол менде 2 аралыққа бөлініп тұр, сондықтан мен былай жазамын. Мінекей мынандай болады. 4 аралық. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Енді мына жерден мұқият қарайтын болсаңыздар, оқушылар, мына бірінші мен үшінші аралық бірдей. Сол үшін сіздерде теңдеулеріңіз былай болады. Теңдеу шығарған уақытта бірінші және үшінші аралық үшін деп шығарасыз, екінші аралық үшін дейсіз, төртінші аралық үшін дейсіз. Үш теңдеу шығарады екенсіздер. Мына жерде плюс минус деп ашты ғой. Мына бірінші жағдай үшін мына плюс минуспен ашқан уақытта, мысалы бірінші жағдаймен көрейін, x квадрат минус 2x, минуспен ашсам минус x плюс 6 тең 6. X квадрат минус 3x тең 0. X тең 0, x тең 3 па? Дұрыс. Көп ойланым болсын. Так, 0, 3, 0 мен 3-ті қараймыз. Бұл бірінші және үшінші аралық. Кіре ма, кірмей ма қараймыз. Бірінші аралықта 0 кіреді екен, аламыз. Да, 3 кірмейді деді. Но екінші аралыққа кіре ма ол? Ой, үшінші аралыққа. Үшінші аралықта бізде кіреді екен. Онда мынаны аламын дейсіздер. Бірден осы жерде жаңағыдай 4 теңде жазып отқанша осылай істеп алсаңыздар болады. Кеттік. Мынау мүмкін мәндер жиын ескеріп, ары қарай модульмен ашып шығара берсеңіздер болады, яғни есепте. Мүмкін мәндер жиыны бізде x болмау керек. Так, 3 болып кету үшін 4 болмау керек, және минус 2 болмау керек, да? Тең емес болу керек. Так, мынау есепті мен сіздерге мынандай есеп көрсеттім. Дәл алдыңғы есеп ұқсайтын маған. Міне мына есеп. Мынаны ыңғайлап жазбасаңыздар дұрыс болады, x минус 6 модульде деп ше. Так, кеттік келесі. Мынау есеп тоже сіздерге бүйтіп қысқартып модуль десеңіздер болады. И мына жерде байқасаңыздар, мына ситуацияға келеді, f модульде тең минус f деген. Бұл бізде не істейтін еді, f кішіне тең деген 0-ден деген теңсіздік шығарасыңдар ғой. Мынандай есеп тоже көрсеттім мен сіздерге. Бұл есеп көрсетілді, міне мынау есеп. Міне мынау ұқсайды осы шартпен. Мынау есеп шығарылды бізде. Мынау есеп. Мына жерде қараңдар, дискриминант 0-ден кіші, я мына жер. Сол үшін модуль қажет жоқ дейсіңдер. Тек бір ғана немен аралықпен шығара қойсаңыздар болады. 3 дейсіңдер да. Плюс минус деп ше. Мына жерде 2 аралықпен шығарасыңдар. 3 боямайды. Мынау тоже 2 аралықтар айтсам. Мына бір нәрсенің квадраты болады, мына бір нәрсенің квадраты болады. Түбір астымен істеген уақытта модуль деп ары қарай аралықтар айтсам шығарасыңдар. Так, кеттік. Мына есепті мен сіздерге көрсеттім. Мынау енді не деп ойламай, қиын тудырады деп арасы көбейтіп тұр, жеке-жеке 0-ге теңестіресіздер, бітті. Так, мынау не? Мынауды аралықпен шығарамыз. X квадрат минус 9, x минус 2 деп минус 3,
2, 3 бола ма? Қояйық бәрі, иә. Так, 2-нің мына жағы туын болады, мына жағы теріс болады. Ал x квадрат минус 9 үшін түбірлері минус 3 пен 3 деп, плюс, минус, плюс деп таңба алып шығарасыңдар. Мынау минусы мына жаққа екі рет бүйтіп жайылып кетеді. Так, мынау не? Ұқсамайды бір-біріне, иә, мынаны жеке-жеке шығарасыңдар мынандай немен. Мынау f модуль, g модуль деген не істейтін еді? f тең g, f тең минус g деп. Екеуін бірігумен шығара саласыздар, бітті. Дәл осыны тең деп сұрақ жоқ деп ойлаймын. Мына жерден қарайық. Мұнда не бар? Мынау ең біріншісі мысалға келеді, иә, екеуі де оң сан, қосындысы 0, значит, жеке-жеке нөлге теңестіріп, ортақ түбірін іздейміз. Мынау тоже аралық. Сұрақ не деп ойлаймын? О, мынау есеп. Дәл мынау есеп бізге жаңағы неге келеді? Мына теңсіздікті кішіне тең нөлден деп теңсіздік шығарып жүрсеңіздер болды. Осы теңсіздік шешімі теңдеудің шешімі бола салады. Мұнда не? Мұнда аралықпен орналастырып, иә, плюс минус деп. Болды ау. Мынау не? Мынау да аралықпен. Ескеру керек жағдай, просто ортақ көбейткіш шақшаны сыртына шығарып. Бірден баш салып ашу шумаңыздар, балалар. Мынаны x минус 1, x плюс 1 десеңіз, мынаны минус x шықшаны сыртына шығарып жүріп, x плюс 1 десең, x модульді азайту 1 болады, иә? Осы жерде шақшаны сыртына x плюс 1 шығарып жіберетін болсаңыз, шақшаның ішінде 2x минус 1 қалады. Еще не істеп кетеді екен ғой. Мына жердегі x-тің түбіріне қарай, балалар. Онымен теріспен ашқан уақытта мынаумен қысқарып кететін жағдайлар бар. Жарайды, қосымша неде қарармыз. Так, тағы не бар? Тағы не бар? Мынау есеп не? 2-ден үлкен, 2-ден кішіні тең деп ашып шығарсаңыздар, x квадрат минус 5x плюс 6 бұл түбірмен байланысы бар ау деймін, иә? X минус 2, кажется, не істейді мынада. Шақшаның ішінде бар x минус 2, x минус 3 деп жіктеліп. Ой! Я. Так, мынау x минус 3 болады, да? Сыртында квадраты болады, мына квадратмен жойып жіберейік. Келтіріп жіберейік, себебінде квадрат тұр ғой, иә? Екеуі бар дегенді білдіреді, мында плюс 7. X минус 2 модульді тең 0. Мына плюс пен минус пен ашқан уақытта ортақ көбейткіш ретінде шығарып жіберіп істейсіздер мыналарды. Болды ау деймін, иә? Мынау тоже нөлге жеке-жеке теңестіресіңдер, мынау аралық болды. Басқа сұрақтар болса, үй жұмысында қарастырғанда көретін боламыз. Сау болыңыздар.